Құрметті салық төлеушілер, біздің әлеуметтік желіге жазылушылар және оқырмандарымыз. Бүгін біз сіздерге электрондық сауда жөнінде қысқаша ақпарат береміз. Қазіргі таңда пандемияның өріс алуына байланысты барлық сауда жасаушылар өздерінің тауарларын және қызметтерін интернет алаңдары арқылы өткізуде. Оның ішінде әлеуметтік желілері де бар. Біздің мемлекеттік кірістер комитеті осы тұрғыда әлеуметтік желілерді және интернет желісін саралап, 13 мыңға жуық хабарламалардың жарияланғанын анықтады. Осы қызметтердің арасында біз электриктердің, сантехниктердің, үйлерін жалға берушілердің және басқа да қызмет түрлерін көрсетіп жатқан жеке тұлғалардың хабарламаларына талдау жасадық. Интернет желісі арқылы саудасын жүргізіп отырған жеке тұлғалардың арасында қазіргі таңда біз жиһаздарды дайындайтын және өткізетін тұлғалардың хабарламаларына сараптама жасадық. Осы сараптаманың арқасында қазіргі таңда 45%-ке жуығы мемлекеттік кірістер комитетінде дара кәсіпкер ретінде тіркелмеген анықталып отыр. Қазіргі таңда осындай басқа да қызмет түрлері бойынша талдаулар жүргізіле береді. Сол үшін, құрметті салық төлеушілер, сіздер осыған көңіл бөліп, егер де сіздер интернет жүйесі арқылы немесе әлеуметтік желілер арқылы пайда тауып отырсаңыздар және қызметтеріңізді көрсетіп, немесе тауарларыңызды өткізіп отырған жағдайлары болса, онда сіздер кәсіпкерлік кодексіне байланысты өздеріңіздің кәсіпкерлік қызметтеріңізді заңдастыруларыңыз қажет. Және алдағы уақытта да мемлекеттік кірістер тарапынан осындай қызмет түрлерін көрсетіп жатқан интернет желісі арқылы және әлеуметтік желілер арқылы көрсетіп отырған жеке тұлғалардың кәсібіне осындай мониторинг жүргізіліп отырады. Және ескере кететін жай 2023 жылға дейін электрондық сауда арқылы өз қызметін жүргізіп отырған жеке тұлғалар табыс салығынан босатылады. Осындай ескере кетіңіздер. Егер де сіздер өз қызметтеріңізді көрсетіп және жеке кәсіпкер ретінде салық органдарында тіркеліп отырсаңыздар, онда құп. Бірақтан сіздер ол жағдайда да өздеріңіздің жалдамалы қызметкерлеріңізді және алып отырған табыстарыңызды толықтай көрсетіп отырыңыздар. Себебі осы сіздердің қызметтеріңізге барынша талдау жасалады. Егер де сіздер өз қызметтеріңізді заңды түрде заңдастырып жүзеге асырып отырған болсаңыздар, онда сіздерге өтініш жалдамалы жұмысшыларыңызды және тапқан пайдаларыңызды, табыстарыңызды толықтай декларацияларға көрсетіп отырыңыздар. Себебі бізде мемлекеттік кірістер органдарында жүйелі түрде қашықтықтан бақылау жүргізіліп отырады. Және егер де сіздер өз қызметтеріңізді толықтай жарияламаған болсаңыздар, табыстарыңызды, онда сіздер тәуекелдің жоғары деңгейіне түсіп кетулеріңіз мүмкін.